Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге біз Рамазан айына ауызашарға арналған 4-ші тағамды жасайтын боламыз. Бүгін бізде менюда тауық етінен котлеты. Кішкене асқазанға, асқортуға жеңіл болсын деп, күнделікті қара кесек еттен гөрі осындай арасында тауық және де балықтан менюге қосатын боламын тағамдарды, жеңілірек болсын, кішкене әртүрлі тағам болсын деп. Ол үшін бізге сары май қажет болады, пияз және нан. Өзіңіздің қалауыңызша нан қоспасаңыз да болады, бірақ қосқан дәмдірек. Сүтке оны батырып қоямыз. Жақсылап сіңіп тұру керек сүт. Және де пиязды турап аламыз. Бұл жерде маңызды емес пиязды қандай формада турайтыныңыз, себебі бәрібір ет тартқыштан өткізесіз. Дәл осы іс-әрекет сізге осы котлеттің сочностін беретін болады. Құрғап кетпейді және де өте дәмді болып дәм береді. Сары майға 82% сары майға қуырып аласыз. Алтын түстес болғанша жақсылап қуырыңыз. Кейіннен қуырылып болған соң ет тартқыштан етпен бірге өткізіп жіберсеңіз болады. Күшті дәм береді тамаққа. Тауықтың төс етін ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы етіп текшелеп турап аласыз. Және де осы мұздатқыштан алған кезде сәл ғана еріген болуы керек. Сол кезде сізде ет тартқыштан жылдам өтеді және де ыңғайлы болады өткізуге. Және бұл етті де кәдімгі ет сияқты 2 рет өткіземіз. Сол кезде балғын, жұмсақ, әдемі болады. Осындай қылып қуырып аласыз алтын түстес. Және бұны да ет тартқыштан етке бірге өткізесіз. Және де осы орайда сүтке батқан ақ нанымызды да бірге өткізетін боламыз. Және де бір жұмыртқаны қосып аламыз. Бұл жерде ет менде бір-ақ рет ет тартқыштан өткізілген. Нандар көрдіңіз бе, ірілеу болып тұр. Мына жерде уже мен 2 рет өткізіп алдым. Еттің уже консистенциясы басқаша, көрдіңіз бе. Осылай жұмсақ, әдемі болу үшін 2 рет өткізген менің лайфхагым сіздерге советім. Және де орташа оттан сәл ғана төмен, асықпай 2 жақтан қызартып, сарғайтып, әдемілеп пісіретін боламыз. Гарнирде көңіліңіз қалаған кез келген затты пісірсеңіз болады. Мен осы жолы күрішті таңдадым. Күрішті рассыпчатый қылып қалай пісіру керектігін менің каналымда видеода бар. Алдыңғы видеоларда айтқан болатын. Кәдімгі мультиваркасыз ақ қазанда үй жағдайында осылай шашыратып, әдемі қылып, ресторандағыдай қылып пісірсеңіз болады. Қасына өзіңіз подлив жасасаңыз болады, болмаса осыны соуспен бірге берсеңіз болады. Ас болсын. Котлет мен үшін өте жылдам дайындалатын тағамдардың бірі. 1 сағаттың ішінде етті өткізген уақыты мен піскен уақыттың арасында 1 сағаттың ішінде дайын болады. Және де сіздерге осы видеода үй жинаудағы лайфхактармен бөлісе кеткім келеді. Осы қазан тазалауда мен табиғи әдісті қолданғанды жақсы көремін, яғни кір сабынды қолданамын. Осылай суды қайнатып алып, жақсылап, және де кір сабындарды майдалап, турап, болмаса теркадан өткізіп, осы сабынмен бірге қайнатамын. Және де қазанның сыртын ыстық күйінде қырғышпен қырған кезде жақсырақ кетіреді. Ешқандай химиясыз, азелит, тем более азелит тамақпен қатынасатын ыдыстарға қолдану өте зиян. Себебі осы қазандай пористый деп айтады ғой. Мысалы, өзіңіз қараңызшы, қазанда тесік-тесіктері бар, соларда зиянды бәрібір қандай да бір мөлшерде қалып қалуы мүмкін. Осы қазанды ерітіп тазалауға қойған кезде міндетті түрде қасына үйдегі чайник, басқа да заттарды ағартуға қосып қоямын. Және де осы менің бауырсақ пісіретінім тез майланып кетеді. Осыны да қырып, жуып көрсетейін сіздерге. Бұған да осы әдісті пайдаланамын. Қырғыш және де сабын. Қандай да бір чудо средстволар болмасын, бәрібір қолдың күші керек болады. Сондықтан да әдемілеп қырып, кішкене бір 20 минуттай, жарты сағаттай уақытыңызды алады және тап-таза болады. Негізі осы алюминий ыдысты қатты отта қыздыруға болмайды деген статьяларды көптеп оққанмын. Жайлап кухнядағы барлық ыдысты нержавеющий сталь сондайға ауыстыруға тырысып жатырмын. Әзірге қолда бары осы. Жақсылап бұны тазалап ұстаймыз. Мынау
шамамен 2-3 рет осы праздниктерде қолданылғаннан кейін сырты қатты қарайып кеткен. Қараңыз, сіздерге бұл жердегі көрсету мақсатым әшейін сабынның өзін қырғышпен ақ осылай жылтыратуға болады. Қатты қолдың күші керек болды және кішкене уақыт керек. Бұны да алдын ала қыздырып аласыз. Сол кезде қыздырған болса майы кішкене еріп тұрады да, сіздің қолыңызбен тазалауға жеңілірек болады. Естіген болсаңыздар, таза өнімінің, отандық өнімнің кір сабындары бар, оны да қолданып көрсеңіз болады. Осы халық арасында мықты деп мақтап жатады, оны өз басым қолданып көрмедім, бірақ келесі видеоларда қолданып, онымен де салыстырмалы түрде кәдімгі кір сабынмен және де сол өнімді бірге тазалап салыстырып көреміз, қайсысы жақсы екенін. Үй жинауда негізі әр қыз келіншектің әртүрлі лайфхактары бар. Сізде осы өтімді, осы тірлікті жеңілдетеді деген лайфхактарыңыз болса, комментарийға астына жаза кетіңіздер. Басқаларымыз біліп жүрейік. Осының бәрін мен мысалы интернеттен алып, әр жерден тексеріп, өзімнің постоянный рутинама қолданатын қып қосып қойғандарым. Сіздерге де білмейтіндеріңізге мүмкін совет ретінде айтқаным, кеңес ретінде. Білетіндеріңіз болса, басқа да лайфхактарды жаза кетіңіздер, қандай күшті үй шаруасын жеңілдететін лайфхактарды білесіздер. Маған тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеле кетіңіз, осындай пайдалы видеоларды көптеп түсіремін. Және де осы Рамазан айына ауыз ашарға 30 түрлі тағамды қолға алғанымызды білетін шығарсыздар. Міне бүгін 4-ші тағамды жасадық. Және де алда әлі 26 тағам түрін бірге пісіретін боламыз. Және де осы сіздерге совет ретінде айтайын, кеңес ретінде. Мынандай әртүрлі баланың киімі болсын, өзіңіздің киіміңіз болсын, тұрақты дақтарды, осы кислородный отбеливатель, мынау мысалы гранаттан қалған дақ. Кислородный отбеливатель таза, мықты кетіреді. Оның негізгі принципі жұмыс істеу, осындай кірлерді жинап аласыз да, қайнаған кипяток суға осы 2 қасық, кірдің количествосына байланысты қоса бересіз. 2 қасық, 3 қасық осылай кішкене суға жібітіп қоясыз. Міндетті түрде су қайнаған болу керек. Ластану деңгейіне қарай әртүрлі қасықтың мөлшерін өзгерте берсеңіз болады. Маған осы 30-50 миллилитр жеткілікті. Және де эффектісі одан да мықтырақ болу үшін үйде қолданатын порошокты да қосып жіберсеңіз болады. Ол одан сайын ағартуға көмектеседі. Болмаса қоспасаңыз да осы таза өзі ақ справиться етеді. Және де қайнаған кипятокты міндетті түрде қолданасыз. Кипяток аз болса, тағы да қайнатып келіп үстінен қоса берсеңіз болады. Сонда да реакция жүреді, мықты жүретін болады. Мен осы киімдерді шамамен 20 минутқа қойып, кейіннен стиральный машинаға қайттан жуып аламын. Осы результатымен бөлсейін. Және де сіздерге үй жинаған кездегі лайфхактардың тағы бір действенныймен бөлсейін. Бұл деген осындай қақты тефальдағы лимон қышқылымен бір қайнатсаңыз, осы қаққа ешқандай күш салмай-ақ ағартатын болады. Қазір мынау қайнап болған соң көрсетемін қандай результат бар екенін. Мына суымыз қайнап болды. Қараңыз, қазір ашамыз. Міне бір қайнағаннан жан-жағындағы стенкаларындағы қақ вообще жоқ болды. Осыдан кейін суды, тефальды тазарту үшін қышқылдан тағы бір таза суды қайнатып жіберіп, кейіннен қолдана берсеңіз болады. Ешқандай күштің, қырудың, ешқандай салмақ салудың қажеті жоқ. Тек қана бір қайнатсаңыз, өзі-ақ сылып түсіретін болады. Кәдімгі эмаль шайниктерді тексеріп көрмедім, бірақ осы лайфхак тефальдарға мықты. Мынау уже тазамен жуып болған киімдер, жаңағы дақтар естеріңізде болса, мына жерде үлкен дақ болатын, осыны күшті кетірді. Тағы да мына майкалардың бәрін ағартқан, бірақ оны жеке-жеке түсіре алмадым. Бүгінге пісірген тамағымыз осы. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып